сабақта әбден толық па станцияда? Кім жоқ толық? Кім жоқ? Әбден толық па? Бүгін әбден оқушы толық, иә? Онда бүгін сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақта қайсы теманы өттік? Арестіздік, дәстан атқарушылық көркем өнер, өткен сабақта өткен темамыз, өткен сабақта осы бойынша көп мағлұматларды бердім, ғаресіздіктен алдыңғы жылларда бақсышылық тарауы қандай болды, ғаресіздікке еріскеннен кейін қандай болды, бақсышылық тарауында қазіргі күндегі бақсышылық тарауында қандай жетіскендіктер болып жатыр. Осы бойынша көп нәрселерді, көп мағлұматларды айтып бердім, және сіздермен біргелікте көп нәрселерді салбетлестік, анализледік, дұрыс па? Енді осы бойынша өздеріңізге де үйге тапсырма беріп едім, ғаресіздіктен алдыңғы жылдарда, кейінгі жылдарда қандай болды, әмесінің өздеріңіз жақсылап оқып келдім деп тапсырма бердім, дұрыс па? Оқып келдіңіз ба, таярландыңыз ба? Демек, кім жауап береді? Сіз өтілген темада бақсышылық бөлімінің ғаресіздіктен алдыңғы һәм ғаресіздіктен кейінгі рауаждануын өттік. Ғаресіздіктен алдын бақсыларға онша ықпал берілмеген болса, ғаресіздіктен кейін бақсышылыққа үлкен ықпал жатқан. Атап айтқанда көптеген музыка мектептерінің ашылуы, бақсышылық өнерінің ЮНЕСКО-ға кіруі, көптеген фестивальдар атқарылуы, һәм ұстаздарымызға сондай халық бақсылары деген атақтарды берілуі, жастарға болса тағы да үлкен сыйлықтардың берілуі, бұл бақс келешегі оларға үлкен мотивация болып келген. Бақсышылыққа беріліп жатқан бар, және жетіскендіктерге ерісіліп жатыр ғаресіздіктен кейін. Ғаресіздіктен кейін бақсышылық фестивальдары кеңінен келіп жатыпты, және де Бозатауфия есть. Демек, көріп таңдаулар, әрқилы көріп таңдаулар Өзбекстан бойынша, өзіміздің Қарақалпақстан аймағында да бақсылардың, қолы үлкен ұстаз бақсылардың атына бағышталып көптеген таңдаулар өткеріп жатыр. Бұл таңдаулардың расымен көп таланттылардың жүзеге шығуында үлкен шәрәф береді. Тема бойынша өзің толық мағлұмат түсінік алдың ғой? Өзбекстанда халықаралық бақсышылық фестивальдары өткізіліп бастады. Бірінші бақсышылық фестиваль Surxondaryo уәлаятында 2019 жыл болып өтті. Бұл халықаралық бақсышылық фестивалына түрлі мемлекеттерден, түрлі өздерінің миллилігін әпкеліп, көрсетіп, оларда бақсыларын, өздерінің садаспақтарын әпкеліп, фестивалға қатынасып кетті. Ал 2021 жылы болса, Нүкіс қаласында өткерілді. 2023 жылы Сырдария уәлаятында өткізілді. 2025 жылы есе Хорезм қаласында өткізілді. Хорезмде, Хорезм уәлаятында өткерілді, демек халықаралық фестиваль Хорезм уәлаятында. Біз ішіңізде айырмаларыңыз бар ма, көрдіңіз өз көзіңізбенен, көпшілігіңіз социалық тармақтар арқылы, телевидение арқылы олардың бәрін бақылап барып тұрсыз ба? Биыл Хорезмде өткерілген халықаралық фестивальда кім алды бірінші орынды? Нияздар Жұматова бақсы. Нияздар Жұматова көптеген мемлекеттердің ішінен бірінші орынды алуға Нияздар болды. ЮНЕСКО-ға кіргізілді. Бақсышылық ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдениет мираслар репрезентатив тізіміне кіргізілді. Қашан еді сол? 2021 жыл 2021 жыл 16 декабрьде ЮНЕСКО-ның құрамына кіргізілді. Өтіле тұрған таза темамыз бақсы халық дәстүрлерінің атқарушы, сақлаушы, рауаждандырушы келбет деген теманы бүгін өтеміз. Бақсы халық дәстүрлерінің атқарушы, сақлаушы, рауаждандырушы келбет. Атынан өзі белгілі болып тұрды, дұрыс па? Не қылады бақсы дәстүрлерді біздерге қалай жетіп келген осы күнге шейін? Дәстүрлеріміз қалай жетіп келген осы күнге шейін? ұстаз шәкірт жолымен өтіп келген кімдер жеткізген?
бақсыларымыз, жырауларымыз, қыстаханларымыз тәрбиелеп осы күнге шейін ауыздан ауызға өтіп жетіп келген. Демек теманың өзінен белгілі болып тұрды. Демек бүгін бақсы деген сөз, ұлы ма бақсышылық хақында әртүрлі көптеген мағлұматтарды аламыз. Демек біздерде дутар шертіп қосқа айтатын өнер иелерін біздер бақсы деп айтамыз. Ал қобыз аспабыменен жырлайтұғынларды біздер жырау деп айтамыз. Енді қара, бақсы деген сөздің өзіне әртүрлі атамалары бар. Біздерде мысал үшін бақсы деп біздер өзіміз дутар шертіп қосқа айтатын адамдарды айтатын болсақ, қара, қазақтарда дейді, бақсы атамасы дейді, тәу мәнісін аңлатқан екен бұрында. Олардың жаңағы домбыраменен қосқа айтатұғынларын бақсы емес, басқаша атамамен атағанда, ал бақсы деп олар ұсындай тәуіплерді атаған екен әйелдер. Слайдтан бері кейіннен 14-15 әсірлерден кейін дейді, бұл атама дәстан айтушы, қосқышы сипатында оларда әсті айтылып берген. Ал бақсы деген сөздің әртүрлі мәнілері бар. Шайыр деген мәністен білдірген айырым жерлерді өздерінің есіне. Түркі халқада әртүрлі. Біздің қарақалпақлар бақсы дейді, армянларда гусан, Әзербайжанларда ашық, айырым миллетлерді ашық деп айтады екен. Тұтар менен қосқа айтатұғыларды ашық деп айтады болған. Грузиндерде негасан дейді. Қазақтарда бізде көбірек өзбектердің, қазақтардың дәстан атқарушылығымен жақынбыз, көбірек солармен танысып көріп барамыз. Демек бақсыларды білеміз, тұтар шертіп қосқа айтады. Өзбектерде кейін көбірек қосқышылар болады ба? Кейін гойенді деген қандай? Гойенді деген біздерде бұрын бақсыларымыз құрларда қосқа айтатұғын болса, сол тыңлаушылардың ішінде ана бақсының айтқанын қатты ядлап қалатұғын қатты құлақтары болады, білесіз ба? Қатты құлақ деп айтады, Сол енді қараң, біздерде бақсышылық шежіресі Ахмет бақсыдан басталады. Ахмет бақсынан бұрын Ешбай, Аташ деген, Нұржан деген бақсылар болған, бірақ олар хақында толық мағлұматтар біздерде қалмаған. Соның үшін Ахмет бақсы, ұстаз шәкірт, жаңа ұстаз шәкірт дедіңіз. Ұстаз шәкірт жолын ең біріншілерден болып бастаған һәм рауаждандырған Ахмет бақсы болып есептеледі. Демек Ахмет бақсы өзі көптеген шәкіртлерді қасына жинап, бақсышылық тарауын жақсылап шәкіртлеріне үйретіп, шәкіртлері жетік дәрежеде бақсы болып жетіліскеннен кейін оларды әр жерге бөлістіретұғын болған. Мысал үшін сен мына құбла тәріптегі нелерге барып бақсышылығына рауаждандырасың, сен мына арқа тәріпке барасың деп әр шәкіртлерін әр жаққа бөліп, сондай етіп бақсышылықты ұстаз шәкірт жолыменен рауаждандырып барған екен. Енді филология ілімдерінің докторлары Нәжім Дауқараев пен Қалла Айымбет атларын жақсы білесіз. Қалла Айымбетовтің көптеген кітаптары бар біздерде. Нәжім Дауқараевтың көптеген кітаптары бар. Солар бақсышылық мектебін дәстеп 2 мектепке бөлген. Мұса һәм сүйеу мектебі. Дәстеп Мұса һәм сүйеу мектебі деп бөлген. Не үшін? Біз Ахмет бақсыдан басыланып тұрып тұрған шежіре, бірақ олар Мұса һәм сүйеу деп бөлген. Себебі Мұса бақсы мен сүйеу бақсы Ахмет бақсы, яғни ұстазынан үйренген қосық һәм сазларды олар рауаждандырған. Мысал үшін ұстаздан үйренген намаларды сол тұрсына ғана шертіп қоймастан, олар сол намаға, мысал үшін ұстазынан үйренген қосықларға өздеріне бір ырғақлар қосып, өздерінен қайырымлар, ямса намаларын шертуде әртүрлі штрихларды, әртүрлі нелерді қосып, сол ұстазынан үйренген намаларды байытқан, рауаждандырған. Соның үшін Мұса һәм сүйеу мектебі әсіп 2 мектеп көбейген. Енді Мұса мен сүйеу бақсыны білеміз, біздер негізінде түркмен бақсысы. Сүйеу бақсы негізінде түркмен бақсы. Өзбек бақсышылығында да ең ірі уәкілі сүйеу бақсы деп айтады. Хорезм бақсышылығында, өзбек бақсышылығында. Енді қара, Мұса бақсы мен сүйеу бақсы түркмен болса да Ахмет бақсыға келіп шәкірт түскен. Көп намаларды үйренген. Енді
Муса бақсы мен сүйеу бақсынан бәрібір атқарушылығында сол дәуірлерден біздер ұстаздарымыздан естуіміз бойынша, ілімпаздардың жазуы бойынша аз-маз факт бар. Мысалы үшін біздер Муса бақсының үйреткен намаларын білеміз, қандай намаларды үйреткен? Муса сеняры, Муса намасы, жетті асырым сияқты намалар бар. Қарай, сол намалардың хамесін қарап тұрсақ, ырғақлы. Жетті асырымның өзінде қанша ырғақ бар, дұрыс па? Ярсана кетеді арман қарай. Муса осығында да сондай. Муса намазы, ақ будай тұрып ішігін екенін қайырларын арманға дейін апару керек, дұрыс па? Сол намалардың Муса бақсы үйреткен. Енді ол қарасақ, Муса жолын бізде деп анализдеп қарасақ, Муса бақсының жолы көбірек ырғақлы қосықталған. Нағыз қарақалпақ колоритіне бай болған ырғақлы қосықтарды біз көбірек Муса бақсы жолына. Ал сүйеу бақсы жолына болса біз көбірек хәужлы қосықтар болады ғой. Білесіз, өзбектердің, түркменлердің қосықтарын естіп, оларда көбірек хәужге етібар беріледі, дұрыс па? Сүйеу бақсының жолына көбірек біздер хәужлы қосықтарды кірт аламыз. Мысалы үшін Горғыз сияқты, Қошқын палуан бар, Ешбай деген қосықтарымыз бар, көбірек хәужге мысалы үшін келеді. Сондай салт намазы бар, мысалы үшін, дұрыс па? Көбірек ырғақтан көбірек хәужлыда көбілеу дауыс тембрін күштірек етіп шығарып, сондай атқаруымызға тура келеді, дұрыс па? Демек, сүйеу бақсының жолын көбірек сол жолға негізетеміз, сол жол деп айта аламыз. Енді бірақ қазіргі күнде біздер енді Муса жолы, яғни сүйеу жолы деп ешқайсысын бөлмейміз. Әммесі бізде қазір теңдей үйретіле береді. Енді қазір айттық, екі мектепке дәрістер бөлінген кезде соңғы экспедиция дәуірінде бақсышылық кеңірек етіп үйреніп, бақсышылықты 4 топарға бөледі. Яғни Ахымбет, Ғаликнияз, Арзы һәм Құтым деп кейінгі ілімпаздар және 14 мектепке бөлген. Қазір ең ақырғы іздетлеу ұсыменен қалған үшін қазір ұсы бақсышылық мектебін 4 мектепке бөліп айта аламыз. Өткен сабақта да Анвар соны айтып едің, сен айтып едің. 4 мектепке бөлінулеріне жақсы етіп жауап беріп еді Анвар. Ахымбет, ұмытып қалман. Жазбам барамыз. Ахымбет, Ғаликнияз, Арзы һәм Құтым. Демек, біздер Арзы мектебі Ахымбет мектебіне көбірек жақын болады. Құтым мектебі Ғаликнияз мектебіне көбірек жақын болып келеді. Бақсышылық астен неғылып рауажданып қасына баламаншы, кіржекшілерді өздеріне жанапайшы қылып алып басады. Бізде түркмен бақсышылығында білеміз, көбінше оларда кіржек жақсы рауажданған да, кіржекпенен қосып айтатылған нелер бар, көрдіңіз ба? Бұндай видеолардан көрдіңіз, кіржекпенен. Оларда әмі уақыт сондай етіп кіржекпенен айтады. Яғни кім? Бұрын дейді, сүйеу бақсы менен Муса бақсыны екеуін бір тойда дейді жарыстырған дейді. Яғни білесіз, сүйеу түркменнің бақсы, Муса бақсы болса, соң қарақалпақтың бақсы, екеуі бір тойда мушайра өткізеді. Ол мушайра деп айтады, жарысты болмай, мушайра деп, екеуін мушайра өткізген, екеуі жарыс етіп атқарады, жаңағы мушайраның соңында айтады, кім жақсы айтты деген уақытта әме сүйеу бақсы айтқанында, сүйеу бақсы жақсы атқарды деп көпшілік айтса, айырымлар Муса бақсы деп Муса бақсыны тән алған. Енді бірақ сүйеу бақсы өзі тән алады деген. Мен деген қасында бір дұтарымның басқа қасында мінекей кіржек һәм баламан сияқты жанапайшыларды менен халыққа тамаша көрсеттім. Ал Муса бақсы болса, тек қана бір дұтарыменен қана халықты өзіне қаратып тамаша көрсете алды. Мен Муса бақсыны жеңді, өзімнен күшті деп Муса бақсыны айта аламын деп, сол жерде сүйеу бақсы Муса бақсының шеберлігін тән алған екен. Сондай біздерде мағлұматтар бар. Енді жаңа айтқанымдай сүйеу бақсы Ахымбет бақсыға келіп шәкірт түскендерді, біздің қарақалпақ бақсыларда көптеген түркмен бақсылары, өзбек бақсыларымен бірге әмі уақыт репертуар алмасып тұрған. Себебі бұрын біз қарақалпақтар Хиуа хандығына қарасты болғанбыз, дұрыс па? Хиуа ханы
Хиуаның ханы пәне бақсыларды жинап тез-тезден мүшәйра өткізіп тұрған. Мүшәйра деген жарыс, яғни өз оның ішінде басқа түркі халықтарының пәнесін шақыратын болғанда, өзбек бақсы, түркмен бақсы, қазақтардың, ақындарды шақырып пәнесіне мүшәйра. Сол мүшәйраларда бақсылар бір-бірінен репертуар алмасып тұрған, яғни бір-бірінен үйренген. Енді қазір біздер түркменлердің, өзбектердің бақсыларының қосылын естісек, тап біздің қарақалпақтардың қосылғанына ұқсап кетеді. Кейін әмели сабақтарымызда да видеоларын қазір көрсетіп барамын. Хорезм бақсышылығын естіп көрсеңіз, мысалы үшін Хорезмде неменен айтады, қосылғанын дәстанларын немен атқарады, Хорезм бақсылары көрдіңіз ба? Тарменен, арқайнайтын қорқы, тарменен атқарады. Ашық қарайып, тарменен айтатын нелер бар ғой. Енді солардың қосылғанын деп естісек, тап біздің ешбай намамыз, қоша дәріс деген намалар, тап соларды, тап сол намаларды қарасақ, аз-маз ішіне олар өзгеріс бар. Енді жаңағы айта жағым, бақсылар бір-біріменен репертуар алмасып, өздерінің жергілікті жерінен келіп масластырады. Өздерінің, мысалы үшін қарақалпақша колоритке салады, түркменер өздерінің сондай колоритіне салып, сол наманы өздерінің жергілікті жеріне маслап, рауаждандырып барады намаларды. Енді біздерде бақсышылықта жаңа айтқанымыздай ұстаз шәкірт жолымен жетіп келгендер, бақсышылық ұстаз шәкірт жолымен жетіп келген. Енді ұстаз шәкірт дегеннің өзі біздерде қатты үлкен тема. Ұстаз шәкірт ең ахметті нәрсе біздерде, жаңағы ұстаз шәкірт дайындау бұрын қандай болған? Мысалы үшін шәкіртлерді бұрын қазір сіздер жаңағы қазіргі күнде жақсы ғой, балалар музыка мектептеріне барасыздар, не көп ұстазлар көп, қазіргі күнде барып үйреніп қайта бересіз. Бұрын бақсы боламын деген адам өзінің елін таслап, ана бір елге кетіп, сол жақтағы бақсыларды өздеріне ұстаз тұтынып, сол үйінде жатып, үйінде қонып, неше жылдар давамында сол ұстаздың үйінде қызметін етіп жүрген. Ұстаздың қасында хәмеше қызметін етіп жүрген, ұстазы той мерекеге барып, қос айтқан уақытларында да шәкірт ұстаздың шерткеніне қарап отырған, һәм айырым кездері бірге жанармай шығып, қасында бірге тек шертіп отырған. Ұстаз қосқанда анау тек қасында бірге шертіп, сөйтіп үйренген. Өзертіп үйренеді, соны кел саған үйретейін деп қазіргідей емес, көбінше қасында еріп жүріп, тыңлап жүріп, бақсыларымыз ұстаздардан көбірек сөйтіп үйренетін болған. Сөйтіп уақыт өтіп, шәкірт жетік дәрежеге жеткеннен кейін ұстазы ел халықты жинап, құр беріп, жаңа шәкірттерін ортаға шығарып, тапсырма береді екен. Қане сен мына наманы, ең қиын наманы береді екен да. Мысалы үшін біздерде ең қиын нама жеті асырым бар, Мұса сендер, намаларымыз бар, қане сен мына пәлен наманы шертіп бер дейді екен. Сол жерде шәкірт шертіп береді, һәм шертіп берген сазы сол жерде халыққа ұнаса, демек ол бақсы деген дәрежеге жеткен. Айрым жерлерде енді, айрым нелерде ұстаз шәкіртлерге дутарын інәм етіпті, яқы болмаса шәкіртке өзі бір дутар соқтырып, бақсы халық тән алған, бақсы болған шәкіртіне дутаран інәм еткен жағдайлар болған екен. Өнерінің қалыптесу басқыштары қарайын. Шежіре Ахмет бақсыдан басталған, Шежіре Ахмет бақсы. Демек 18-19 әсірде бақсышылықтың ең рауажданып басталған уақыты. Қараң, Ахмет бақсы, Сүйеу бақсы, Мұса бақсы, содан кейін Құрбанияз бақсы. Білесе, ана нелерде де бар, Құрбанияз бақсы hakkında мағлұматтар көп. Құрылыман қыз бақсы да Қаражан бақсылар. Яғни 18-19 әсірлерге осы бақсыларды біз рауаждан басқыштарына кіргіз аламыз. Кейін 1893-1990 жылдарда бақсышылық өнерінің қалыптасу басқыштары, яғни міне осы бақсылар кіреді. Айтжан бақсы, Жабақ бақсы, Зишжан бақсы, қыз бақсы Қанығүл, Өден Төрешев, Деурас бақсы. Осы бақсылар көбірек өретушілген, бұдан басқа бақсылар болған. Біз қазір осы бақсыларды мысал етіп алдық. Бақсышылықтың рауаждануына сол дәуірлерде үлес қосқан бақсылар. Кейінгі 1909-дан 2009 жылға шекемгі
өрөтүүчүлүк эткен баксылар. Баксыларыбызда силерге көрсөтүү үчүн, мисалдар көрсөтүү үчүн кыргыздым. Гүлнара Алтынбек өзүбүздүн устазыбыз, ошол жерде профессор Зияда Шерипова, Мухаллис ансамблиндеги азыр eң iri vakili, ustaz Şibir Sazinde, Gülbahar Ahmedova, ошол жерде институтубузда профессор, халық бақсы, халал бақсыларын айнеге ушундай азыр кызларыбыздын арасында да көптөгөн ушундай жетишкендикке эришип жатырган кыз баксыларыбыздын саны көбөйүп бармак. Жаңа айтканымдай Каракалпак баксылык шежиреси Ахмет баксыдан башталат дедик, азыркы сол менин презентациянын өзүндө слайдтын шежиренин көрүнүшүн салып келдим да. Мына шежирени Калла Айымбетов түзген. Яғни өзінің халық даналығы кітабында да осы шежире кіргізген. Демек, шежире мінекей Ахмет баксыдан басталып жүрді, дұрыс па? Шәкірттері кім? Қожабала, Мұса, Дәулет, Байнияз, Бердақ деген сондай шәкірттер. Бұл жерде санаулы ғана шәкірттерін кіргізген, бірақ Ахмет баксы өзі көп шәкірттер даярлаған. Көп шәкірттер даярлаған. Одан шыққан Мұса баксының өзі көптеген шәкірттер даярлаған. Көрдіңіз ба? Міне Мұсадан шығып тұрды, Шерназар баксыны білесем, Жұман баксы, Сапар баксы, әміз келеді. Азыр мына шежиренің төменде Әмет баксы, Қанығүл, яғни Айтжан баксыларға келген. Енді қазіргі күнде шежире сайттан істелді. Мына қараң. Жаңағы шежире мен мына шежиренің екеуін парқын қараң. Көрдіңіз ба? Мынада енді санаулы ғана баксыларды кіргізген болса, мынаған қараң енді қанша шәкірттер. Бұның басы сол жаңағы Қалла Айымбетовтің түсіп кеткен шежиресі, ең жоғарыдағы. Содан бұлай төменге қарай алынды. Яғни қазіргі күнде өзіңіз Бөкс қанегелестірілген, музыка мектебіндегі ұстазлар бар көптеген. Сол институтта ұстазлар бар. Солардың әрбесінің қазіргі күнде үйретіп жатырған, яғни үйреніп жатырған шәкіртлеріне дейін кіргіздік. Сол жақын арада. Қазір бұл шежире ендеки 2022 жылы істелді. Демек сол уақыттағы ішінде бәлкім сіздер бар болуыңызға мүмкін айырмаларыңыз. Осы шежирені сіздерге таслап беремен, өздеріңіз жақынын танысасыз, көресіз, танысып шығасыз. Көпе қараңа қандай, сіздер қазір бақсышылығымыздың рауажланып, жақсы рауажланған ұстанып көріп. Көніменен сіздерге қана мағлұматларды бердім, енді қазір беккемлеу үшін сіздерден сұрап көремін. Жаңа айттық, бақсышылық шежиресі қайсы бақсыдан бақма? Бақсышылық шежиресі Ахмет бақсыдан басталады. Демек, бақсышылық мектебін бақсышылықты мектептерге бөлген ілімбаздар кімдер еді жаңа? Қалла Айымбетов, Нәжім Дауқарай. Қалла Айымбетов, Нәжім Дауқарай. Қазір біз қодар рахмет. Азыр Анвар, Айгүл, кім Уәли тек сабаққа белсенді болып қалған, сіздер белсенділік көрсетің балалар, яқшы ма? Үшеуінен ғана күніменен жақсы шуап алып жатыр. Бақсышылық мектебі дәстір қайтып бөлінген. Бақсышылық мектебі дәстір. Дәстір екіге бөлінген. Мұса, Сүйеу. Мұса һәм Сүйеу бақсы бөлінген, молодец. Соңғы экспедициялар нәтижесінде бақсышылық және 4 мектепке бөлінген деп айттым жаңа, я? Қандай? Айқыдан бақсы, Арзы бақсы, Құтым бақсы, Қарипез бақсы. Біріншісі кім? Ахмет, Арзы, Құтым, Қарипез. Рахмет. Демек, бақсы деп, қазақтарда бақсыларды қандай атаумен атайды? Жыршылар деп атайды. Сүйеу бақсы, қайсы миллет уәкілі болып есептелінеді? Қайсы миллет бақсы болып есептелінеді? Сүйеу бақсы. Айсұлу.
түркмен милләтинен. Түркмен милләті бақсылығы саналады. Һәм өзбек бақсылығының ол ең ірі уәкілі болып саналады. Мен қазір ғана көрсеткен бірінші шежіреміз бар, иә? Гениал сол Ахмет басында бастанып тұрған дәстепкі шежірем ол. Осы шежірені кім түзген деп айттым жаңа? Қалла Айылбек. Бүгінгі сабақ барысында Досбергенов Уәли, Елмұратова Айгүл һәм Қанияз аңғарлар жүдә белсенді болып қатынасып отырды. Үйге тапсырмаларда мінекей жақсы етіп айтып берді. Һәм бүгінгі сұрау жауаптарға да жақсы белсенді қатынасты. Басқа мінекей студенттерді. Ендігі сабақта қалған бүгінгі жауап бермеген студенттер жақсылап таярланып келсін. Yaxşı ма? Ендігі сабақта сіздерден сұраймын. Тек қана бақсылар емес, енді біздер жыраулардан өз алдына тема етіп өтеміз. Жырауларынан шежіресін түсіп қойыпты осындай етіп, һәм қыстаханалардан һәммесін жазды. Енді оны әсте сабақ барысында үйреніп бара береміз. Егер өзіңіз қызықсаңыз, сол кітапты халық даналығы кітабын алып, іштерін көріп шықсаңыз болады, өзіңіз танысып шығасыз. Онда үйге тапсырма, осы қазір лекцияны жақсылап үйде өздеріңізден көріп шығасыз, оқып шығасыз, қосымша мағлұматтар өздеріңізден жинайсыз, yaxşı ма? Һәм ендігі сабақта сіздерден сұраймын, осы тема бойынша, yaxşı ма? Өздеріңіз көбірек жауап бересіз. Онда ұсынуменен сабағымызды жұмақлаймыз. Рахмет, әмеге.